Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге спагеттидің рецептімен бөліскім келіп отыр. Жасалу жолы өте оңай, әрі аз ғана уақытыңызды алады. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып, арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай бізге Кубли фирмасының бұқтырылған еті қажет болады. Табанымызға аздап май құйып алып, үстінен жаңағы етімізді саламыз. Енді қасықпен осылай араларын ашып жібереміз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Соя соусынан шамамен 3 ас қасықтай құямыз. Содан соң барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Енді үстінен 2 стакан салқын суымызды немесе бөлме температурасындағы суымызды құйып, қайнағанша күтеміз. Суымыз қайнады, енді үстінен спагеттиімізді осылай 3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Осы кезде тұзын көріп алыңыздар. Егер тұзы аз болса, тағы да дәміне қарай аздап шым тұзын қосып жібереміз. Баяу отта қақпағын жауып қойып, шамамен 25 минут аралығында пісіріп аламыз. Пісуіне шамамен 10 минут қалған кезде 2 тіс чесногымызды, яғни сарымсағымызды алып турап, майдалап, осылай бетіне салатын боламыз. Жақсылап бір араластырып жібереміз қасығымыздың көмегімен. Содан соң крышкасын жауып, піскенше күтеміз. Мінекей достар, біздің спагеттиіміз пісті, яғни дайын болды. Жылдам дайын болады, әрі жасалу жолы да өте оңай, өте дәмді болып шыққан. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.